сөйтіп М, орнына қойып істеу. аха. Онда соны қайттан жазып жіберейік, иә? Мгм. Так, электролиз кезінде тізбектеп жалғанған екі ваннаның біріншісінде 22,4 грамм темір бөлінеді дейді. Екіншісіне бөлінетін мырыштың массасы дейді. Кеше форманы жазып тапқан ба едің мәндерін? Бірінші К темір таптық қой. К темір деген бір бөлінген F, М темір бөлінген N болды, иә? Сосын К нені табу керек еді тағы? Мырышты. Ол дегеніміз бір бөлінген F, М мырыш бөлінген N. Да? Мгм. Неше шықтан әлі осыларды бір есептеп жазса. Мына бірде кеше жаздың ғой, иә? Фарадей тұрақтысы 9,65, 10,4 дәрежесі деп жаздық, иә? 1,93-те 10-7 дәрежесі. Қанша? бір де Бірде тоқсан үш. тоқсан үште, иә, и 10-7 дәрежесі. Жақсы. Келесі. Так, ну, плюс. М, 65-ті үшке бөлеміз ғой тоже. 65-ті үшке бөлеміз дейсің ба? Иә, валенттілік қой ана жерде. Ей, Данэлия, екі валентті емес па ол? Қате жазып қойдың ғой деймін сен. Иә. Мырыш екі валентті ғой. Ой. Темір үш валентті деп тұр. Бір ма? Так, плюс. Иә. Иә. Онда 3,36 көбейтілген 10-ның тоже 10-7 дәрежесі. Жеті дәрежесі. Біріншісін дұрыс есептедің ма? Точно 1,93 па? Үшке бөлдің ба? Иә, вроде. Жақсы, енді ары қарай М тең KQ деген форма бойынша М мен К бір-біріне тура пропорция ғой. Мгм. Демек, соответственно, бұлардың отношениясы бізге массалардың бөлінісінде беретін болып тұр ғой, иә. Енді мынау бұны бүйтіп шығара саламыз. Мырыш мына Т-дан қарағанда қаншаға артық деген, иә? КМ КТ-дан қарағанда қаншаға артық? 3,36-ны 1,93-ке бөлеміз ғой, иә? Дәрежеге қысқарады. Соның неше шығады примерно? 1,74. Бірде қанша? 1,74. Ой, 1,74. 1,74, иә? Иә. Жақсы. Так, сонда К көп болатын болса, масса да көп болу керек қой. Значит, екеуіне Мгм. бірдей заряд беріледі да өйткені. Демек, темірден қарағанда мырыштың массасы да 1,74 есе көп болу керек. Яғни, иә, дұрыс, дұрыс, иә. Мырыштың массасы М мырыш, демек, темірдің массасынан қарағанда да 1,74 есе көп болу керек. Түсіндің ғой, иә? Мгм. Сонда мырыштың несі қаншаға тең болады? Ол 1,74-ті темірдің массасына көбейтеміз, да? Соны неше шығады ғана бізде? 1,74 неге көбейте сал? 22,4 қылма соған. 22,4. отыз сегізде 976. Яғни 39 грамм ғой, жуықтап. Мгм. Жауап бізде де нұсқасы болды. Көрме қалай шығару керектігін осылай пропорциямен аламыз. Неге бүйтіп алып жатырық дейтін болсаң, заряд екеуіне бірдей берілгендіктен Q-ға емес М мен К-ның байланысын ғана аламыз да. Мына жерде форма бойынша негізі Q да бар ғой. Бірақ бұл есепте екеуіне бірдей заряд берілген. Түсінікті ғой, иә? Өйткені екеуі бір Мгм. ваннада жатыр ғой. Екеуіне тізбектеп тоқ өтіп жатыр да. Тоқ тізбектеп өткен кезде өзгермейді ол. Түсініп тұрсың ғой, иә? Мгм. Сондықтан екеуіне бірдей заряд берілген кезде бұл жерде біз тек қана М мен К-ның пропорциясын аламыз. Және мынандай пропорция жасаймыз. Кеше жазып берген ғой. КМ бөлінген КТ тең болады неге? Масса М бөлінген масса Т деп шығара салған екенбіз. Ана К-ның формасын біз мына арқылы тауып алдық. Түсінікті ғой? Фарадейдің екінші заңы бойынша. Мгм. Так, жақсы, кеттік ары қарай. Мгм. Кеше видеоларды көрдің ба, Данэлия? Қиын есептер жазылды ма беттеріңе? Оларды ұмытып жазуды. Мгм. Бүгін жазамын. Қиындарын жазып ал, қиындар өзі 3-4 қана есеп бар еді ғой. Так, Мгм. өшіре берейін ба? Мгм. Иә. Жақсы, или қазір қосылып жазып отырсаң да үлгересің, негізі бірге тез тез жазып жазсақ. 25 есебін жақсы есеп сияқты, ол жерде не дейді? Қиын есеп емес екен мынау. Әрқайсысының массасы қандай есеп шығарғанымыз есіңде бар ма? Мында FP пропорция. Кулон Мгм. заңын өткен кезде де шығардық, гравитацияның есебі ғой мынау енді. Әрқайсысының массасы m болатын екі шар бір-бірінен әр қашықтықта орналасқан және өзара F күшімен тартылады. Егер әрқайсысының массасы екі есе кемісе және арақашықтығы екі есе артса, онда тартылыс күшінің мәні қалай өзгереді дейді. Түсінікті ғой? Яғни бірінші моментте қалай болған бізде? Бірінші моментте мынандай болған. Бір деп қоясың да. Бірінші масса m деген нәрсе мен масса m деген нәрсенің екеуінің арасындағы арақашықтығы r болған. Түсінікті ғой?
енді осы кезде f-ті қайтып табамыз. F дегеніміз не болады бізде? G m-ді m-ге көшсең не болады? M квадрат бола ма? Бөлінген r-дің квадраты болады. Түсінікті ғой? Мгм. Ал енді екінші массасы екі есе кемісе деген сөз. Мына массалар кеміп қалды енді. Мынау m бөлінген 2 болып қалды. Мынау тоже не болып қалды бізде? M бөлінген 2 болып қалды. Расстояние қанша дейді бізде? Екі есе артты дейді. Түсінікті ғой? 2r. Сонда бұл Мгм. жердегі f штрих тең болады бізде g. Мына жерде m бөлінген 2 көбейтілген m бөлінген 2 бөлінген не болады бізде? 2r-дің сыртындағы квадраты бола ма? Сонда бұл дегеніміз g m квадрат бөлінген 4 даналия, мына жерде 4r квадрат болады. Сонда бұл дегеніміз g m квадрат бөлінген 16r квадрат болады. Көрдің ғой, иә? 4 маған түседі. Естіліп тұр ма даналия даусым? Ja, ja. Ал енді мынау дегеніміз не болды? Мынау дегеніміз ол бізде мынау тұрған f-тің өзі. Түсінікті ғой, иә? Сонда бұл неге тең Mhm. болады? F бөлінген 16-ға тең болады да. Сонда f штрих дегеніміз ол бізде тең болады. F бөлінген 16. Яғни жауап е нұсқасы болады. Көрдің ба қалай шығару керектігін? Mhm. Так, жазып алдың ба, түсінікті ма? Ja, kannst du. Brilliant. Жазып алып еді, иә. Mhm. So. Кеттік па? Mhm. Жақсы өлшеп тастайын. Так, кеттік ары қарай. Әртіс өтіп тұрайын. Так, енді мынау не бізде? Контекст қой, иә? Mhm. Жақсы контекст шығарып көрейік. Даналия, мынаны бір оқып жібере сал. Так, бұл жерде не Ja. дейді бізде? Мен де қарап жүре салайын бір. Тезірек. Үйкеліс күші ескерілмеген дейді. Үйкеліс Mhm. күші ескерілмеген көлденең жасыста бір-бірімен қатты арқанмен жалғанған массасы 2 килограмм және 1 килограмм жәшіктер 12 ньютон көлденең күшпен тартылады дейді. Түсінікті ғой? Яғни Mhm. суретін өзімізге тағы да сызып алсақ болады. Мынандай екі жүк бар, екеуі бірімен жіппен байланысқан. Бұл жіп бізде созылмайтын дейді. Яғни созылмайтын және массасы жоқ жіп. Демек бұл жерде біз тек қана жіптің керілу күшін ғана ескереміз. Сонда мынау бізде бірінші дене ғой, иә, даналия, мынау екінші, мынау бірінші дене, мынау екінші дене, дұрыс па? Мынаған не қандай күш әсер етеді бізде? Mhm. Ауырлық. m2g. Мынаған m1g әсер етеді. Сосын жіптің керілу күші мынаны былай тартады да, мына т-ны. Ал мынау Mhm. оны былай тартады, үзіліп кетпес үшін бұл екеуі бір бірін тартып тұрады, көрдің ба? Міне. Және ол екеуінің мәні бірдей болады, өйткені бір ақ жіп қой, түсініп тұрсың ба? Бір жіптің өзі, Ja. иә. Сосын былай қарай бізде f деген күш әсер етіп жатыр. Енді қара, бұл есепте не жоқ дейді бізде? Үйкеліс күші жоқ дейді. Егер үйкеліс күші болған кезде мен есепте көрсететін едім. Бірінші үйкеліс, екінші үйкеліс деп, түсіндің ғой, иә? Бірақ бұл есепте бізде үйкеліс күші берілмеген, түсіндің ма? Жалпы берілген Mhm. барлығын жазып көрсетіп қойдым, енді шығарайық есепті. Бірінші сұрақ. Жүйеге әсер ететін таза күш F күші қандай үдеумен қозғалады дейді. Түсінікті ғой, иә? Енді есепті үдеуді табу керек болса, Даналия, біз бұл есепті шығаруды былай шығарамыз. Бұл есепті шығарудың оңай жолы бар. Мына екі жіптің керілу күші бір-біріне қалай бағытталған? Кері бағытталған ғой, иә? Сондықтан олар бір-бірі не істейді бізде? Компенсирует дейді. Яғни бірін бірі не істейді дейді? Ә, Жаңағыдай қазақшасын білмеймін енді. Компенсация дегеніміз, яғни бірін бірі теңестіреді. Түсінікті ғой, иә? Енді Mhm. қарап тұрсақ, бұл екеуі бірімен теңестіреді деген сөз, екеуінің мәні бірдей, біріне қарама қарсы болғаннан кейін бұл нәрсені ескермей ақ та қоюға болады да, түсінікті ма? Үдеуді табатын кезде біз есеп былай шығарамыз. Мына екі массаны аламыз да бір жүйе ретінде қарастырамыз ғой, екеуін бір жүйе ретінде қарастырамыз, түсіндің ба? И осыны F Mhm. деген күшпен тартамыз. Сонда бір жүйе ретінде қарастыратын болсам, всегда сөйтесің да, үдеуді табатын кезде, түсіндің ба? Осыны жаттап ал, именно осы случайда. Оңай жолын көрсетіп жатырмын. Екеуінің массасы қанша болып кетеді? Екеуі қосылып енді 3 болып кете ма? Сонда бұның екеуінің ауырлық массасы m3g бола салады да, түсіндің ба? Көрдің ғой, иә? Mhm. Мына жақта енді үстіге қарай мына тіректің екінші күші әсер етеді, мына жақта тіректің реакция күшінің бірінші әсер етеді деген сияқты. Мына жақта енді n3 деген нәрсе әсер етеді, үйкеліс күші жоқ. Және дене оң жаққа тартқаннан кейін үдеу оңға қарай болады, түсінді ма? Вот. Mhm. Солға қарай ешнәрсе жоқ, яғни бізде f неге тең бола салады, ана жай ғана m3 a-ға тең бола салады ғой, түсінді ма? Mhm. Тең әрекетті күш f m3 a-ға тең болады. Бұл x өсі бойынша. Ал y өсі бойынша бізде не әсер етеді? n3 неге тең болады? m3 y-ға тең болады, иә. Бірақ бұл есепте бізге бұл керек емес, y өсі. Өйткені үдеу тек қана бізде
көлденең бағытта ғана болады да. Сондықтан есеп бізде f тең m3 a-мен шыға салады. Сонда f тең m3 дегеніміз қанша болады бізде Данэлия? F-іміз қанша? А, 12, 12 ғой, иә? Бүйте салайықшы. A тең деп жазайық та сразу. A тең f бөлінген m3. Сонда f 12, m3 қаншаға тең бізде? 3-ке тең ғой. я. Метр бөлінген секунд квадрат шыға салады. Яғни есептің жауабы сын нұсқасы болады. Көрме? Мгм. Осылай шығара салуға болады екен. Қиын нәрсе жоқ примерно. Мгм. Жазып алдың ғой, иә? Я. Вот, бұл осы жағдай. Ол жағдайды біліп алу керек. Бұл үдеуді табатын кезде ғана қолдана аламыз да бұны. Ал жіптің керілу күшін тап десе, үйкеліс күшін тап десе, бүйтіп шығаруға болмайды. Бұл тек қана стандарт осы үдеуді табуға ғана қолданылады. Бүкіл есептерді өйстіп екеуін қосып жібере салуға болады. Төртеу тұрса, төртеуіне қоса саласың. Түсініп па? Мгм. Үйкеліс күшін ескермей, бірақ үйкеліс күші жоқ есептерді есіңе сақтап ал. Мына есепте үйкеліс күші жоқ. Сол үшін шығарып жатырмыз біз бұл есепті. Енді 27-ші есепке қарайық. Массасы m1 жағдайға әсер ететін керілу күшін тап дейді. m1 деген бұл бізде мынау ғой, иә? Яғни мына т-ны тап деп тұр. Я. Мына екі т да бір-біріне тең, сондықтан бір т-ны таба алсақ болады. Енді бұл т-ны біз қалай табамыз? Жалпы дене бізде қалай қарай қозғалып жатыр Данэлия? Оңға қарай қозғалып жатыр. 4 Оңға. метр деген тауып қойдық жаңа, иә? Осымен. Мгм. Демек, мына дене де оңға қарай қозғалады. 4 пен m2 де m2 а болып, иә? m2 а болып қозғалады мынау. И мынау да қозғалады оңға қарай. m1 а болып. Мгм. Түсінікті ғой, иә? Вот. Мгм. Иә. Енді осылардың әрқайсысына біз жеке не жазып шықсақ болады? Теңдеу. Яғни бірінші дене үшін. Бірінші денеге қандай күш әсер етеді, Даналия? Бірінші денеге қандай күш әсер етеді? Ол, міне бірінші денені қарасақ, бірінші денеге мынаған ғана қарайсың, міне. Қандай күштер әсер етеді? Мгм. X өсі бойынша ғана қарайық. X өсі бойынша қандай күштер әсер етеді бізде бұл жерде? Ауырлау, Иә, итерілу. дұрыс айтасың. Бұл енді не бойынша қозғалады бізде, Даналия? F бойынша қозғалады ғой, иә? F бойынша. Сондықтан болған екі жақты не әсер етіп отыр бізде? Күш әсер етіп отыр. Мынаны бүйтіп көрсете салайын. Оңға қарай F деген нәрсе тартып жатыр бұны, иә? Міне. Мгм. Сосын бұл денені тартып отқан тағы оңға қарай не? Жүктің керілу күші. Түсіндің ма? Вот, түсіндің ғой, иә? Екеуі қосады бір-біріне. Және ол неге тең болады? Ньютонның екінші заңы бойынша m1 аға тең болады. Түсіндің ма? Мгм. Мгм. m1 аға тең болады. Жазып алдың ғой, иә? Я. Да, хорошо. Енді ары қарай бұны біз қалай табамыз? Дальше көрейік. Бұл бірінші теңдеу ғой только. Тің табу. Енді ана екінші теңдеу үшін де жазып көрсек болады. Так, или так, эмбрамен табассақ та болады. Эмбрамен табассақ та болады екен ғой, иә? Жоқ, жоқ, мына қате болған сияқты по идее. Дұрыстап көрсетейін мен. Мынаны бүйтейік та. Сурет бойынша жұмыс істейік. Мына қара. Тағы бір. Жақсылап өзің жазып ал, мына нәрсені түсінбей қалсаң қиын. Мынау бірінші дене қоршап қойдым. Оған әсер етіп жатқан күштер. Мынау екінші дене, оны басқа нәрсемен істеп қоя салайыншы. Екінші денеміз ол бізде күштің әсерінен қозғалып жатыр екен да. Ол бірінші дене күштің емес, жіптің керілу күшінің әсерінен қозғалып жатыр екен ғой. Мхм. Мгм. Түсінікті ма ана нәрсе? Мгм. Енді қара, бірінші дене деген бұл мынау. Екінші дене деген бұл мынау. Бірінші денеге қандай күш әсер етіп отыр? Оңға қарай т әсер етіп отыр, иә? Мгм. Сосын x өсі бойынша. Сосын оңға қарай m1 әсер етіп отыр. Яғни ол жіптің керілу күші тек қана m1 аға ғана тең. Түсінікті ма? Ол бірінші дене. Мгм. Екінші денеге x өсі бойынша әсер етіп жатқандар, ол x өсі бойынша. Осы жерде f-ті қолданамыз, өйткені f мына жерде сурет бойынша m2-де тұр екен ғой. Міне қара, m2-не әсер ететін дене f бар бізде оңға қарай, көрдің ме? F бар. Мгм. Сосын солға қарай не тартады бізде оны? Міне, т тартады, көрдің ме? Жа. Т минус дейсің, ол неге тең болады? m2-ға тең болады. Түсіндің ба? Мгм. О y өсі бойынша не әсер етіп отыр? Мына жақта n1 m1 g-ға тең бола салады, ал мына жақта о y өсі бойынша n2-міз неге тең бола салады? m2 g-ға тең бола салады. Түсінікті ғой, иә? Мгм. Вот, енді ең оңай қайсысы бізде? Мынамен таба салған оңай ғой, т-ны, иә? Т неге Я. тең болады сонда? m1 аға тең болады. m1 дегеніміз ол 2, оны 4-ке көбейтеміз, сонда 8 ньютон шығады екен, а нұсқасы. Өзің жазып ал, бұл динамиканың екінші заңы. Мгм. Өстіп жеке-жеке қарастырасың ғой, әр денені. Соған әсер ететін күштерді қоршап аласың да. Солай. Жазып алдың ба? Жазамын. Я.
Жақсы, кеттік ары қарай келесі контекстке келейік. 28. Массасы m1 жағдайға жәшіктің салмағы қандай дейді. Өте оңайдан әле. Салмақты қайта аламыз. m1 g. J. m1 2-ге тең, g 10-ға тең, сонда 20 Ньютон. ньютон болады. Түсінікті ғой, иә? Енді Мгм. М2 жағдайға әсер ететін керілу күшін табыңдар дейді. Біз жаңа ғана айттым енді ана. Жіптің керілу күші бірдей дедім екі жақта, иә? Өйткені ол біреуі оңға қарай Мгм. әсер етіп тұрды, былай қарай. Біреуі солға қарай әсер етіп тұрды. Мына жерде М2 тұрды, мына жерде М1 тұрды. Мен саған айттым. Жіп біреу Мгм. болғандықтан жіптің керілу күші біріне тең дедім. Біз оны тауып қойдық жаңа. Т нешеге тең болды? 8 8 Ньютон. ньютонға тең болды. Түсінікті ғой, иә? М2 Мгм. жағдайдағы жәшіктің салмағы қандай дейді? П тең М2 G, яғни 1-ді 10-ға көбейтсек 10 ньютон бола салады. Мгм. Түсіндің ба? Ишарадан. Иә. Жақсы, кеттік келесі сұрақтарға жауап беріп келе жатсақ, мына заттың агрегаттық күйлері қандай болады? Будың сұйыққа айналу құбылысын не деп атаймыз? Ашымли. Будың сұйыққа айналу құбылысын біз конденсация деп атаймыз, иә? Мгм. Иә, конденсация. Заттың қатты күйден бірден газ тәріздес күйге өтуі не деп атаймыз, Аналя? Сублимация. Түсінікті ғой, иә? Сублимация. Мгм. Сублимация. Десублимация деген ол наоборот. Газдың Мгм. қатты күйге айналуы. Түсінікті ғой, иә? Ал Мгм. қайнау деген ол оңай нәрсе. 100 градус температурада су мысалы қайнайды деген сияқты. Сұйықтың буға айналу құбылысы не деп атаймыз, Аналя? Оңай енді ол. Синхронға булану. Дұрыс айтасың, булану. Екінші сұрақ. Сүйектің беткі қабаттарының булануы. Сұйықтың беткі қабаттарының Кебу. ғана булануы не деп атаймыз? Кебу деп айтамыз маған дейді. Мгм. Түсіндің ғой, иә? Мгм. Бұл бетінен кебеді. Бұл түсінікті ма бұл? Иә. Жақсы, ұмытып кетпе мына нәрселерді. Заттың қатты күйден бірден газ тәріздес күйге өтуін сублимация деп атайды екенбіз. Дененің электрлік әсересіне кетейік енді, міне. Ең бірінші электроскоп дегенімізде электрометр дегеніміз не, міне? Электроскоп деген әсірді анықтауы. Жақсылап бір ойланып көр, мектеп кезде өткен шығарсың электроскоп деген нәрсені. Өзіне тарту есебін толерантты өлшеуге. Так, электроскоп деген заттарды өзіне тарту қасиетіне ие болатын құбылыс. Қандай дейсің? Екінші вариант. Екінші вариант дейсің ба? М, Так, электроскоп деген дененің заттардың өзіне тарту қасиетіне ие болатын құбылыс дейді. Так, кішкене ұнамай тұр маған. Электроскоп дегеніміз мынау ол зарядтарды анықтауға арналған аспап. Түсіндің ба? Ал енді электрометр деген электроскоптың жетілген түрі де. Жанында метр деген бар. Ал метр деген білесің ба не деп аударылады? Өлшеу дейді да ол. Сонда мгм, электр зарядын анықтамайды, тағы өлшейді да оны. Түсіндің ма? Екеуі разницасы осында. Біреу тек қана зарядты анықтайды, ал екінші бар мгм, жоқ анықтайды да, ал электрометр анықтайды, еще қаншаға өзгергендігін өлшеуге арналған аспап деген сияқты. Түсіндің ғой, иә? мгм, Жазып болады. Так, и осы жерді бір қарап жіберу керек. Электроскоп, электрометр. Енді электроскоп деген нәрсені сен мектепте өткен шығарсың, мынандай болып тұрады ол. мгм, Басында бүйтеді м, да, соның шашыңды жаңағыдай не қылып ручкамен не қылған кезде енді стрелка тұрады да, бүйтіп ойнайды бұл жан жаққа қарай, иә. мгм, По идее оның шкаласы болатын еді ғой мынандай, білесің ба? Жанында. мгм. Вот сол деген сияқты ғой. Жақсы, кеттік ары қарай. Иә. Енді өткіштер мен диэлектриктер дейді. Заттың құрамында сыртқы электр өрісінің әсерінен еркін қозғалатын электрондар бар заттар не деп аталады бізде? Оңай сұрақ бұл. Өткізгіштер. Өткізгіштер деп аталады. Ал құрамында еркін электрондар болмайтын заттар Құрамында еркін диэлектриктер. Неде? диэлектриктер болады екен. Түсінікті ғой, иә? Мгм, Электроток уақыттың өтуіне байланысты өзгеріп отыратын ток бізде айнымалы ток деп аталады. Уақыттың өтуіне байланысты өзгермейтін ток бізде тұрақты ток деп аталады. Түсіндің ба? мгм, Жазып алдың? мгм. Иә, ше. Жақсы. Етке қой астына түсейік. Опа, мынандай деп шарттық қой біз алдында. Иә.
Ол мына күшті есептер ғой мынау. Жақсы есептер беріп қойыпты ана нәрде. Қиын есептер екен мынау еще. 37 қиындау болады. Кетті, 36-ын қашырамыз. Оқшауланған екі кесте ескермейтін көлден жазықта Q және 2Q деген зарядтар бар екі нүктелік бөлшектердің арақашықтығы D. Ал зарядтардың бір-біріне әсер ететін электр күші шамасы F дейді. Сәйкесінше бөлшектерді осылай орналастырғанда олардың арасындағы қашықтық D бөлінген 5 екен зарядтардың бір-біріне әсер ететін электр күшінің шамасы қандай дейді Данэлия. Түсіндің ба? Вроде я, вроде жоқ. Жақсы бір оқып ал, асықпай. Оқшауланған үйкелістер ескерілмейтін көлденең жазықта Q және 2Q зарядтары бар екі нүктелік бөлшектердің арақашықтығы D. Ал зарядтардың бір-біріне әсер ететін электр күшінің шамасы F. Яғни F неге тең бізде? K көбейтілген Q көбейтілген 2Q бөлінген неге? D квадратқа. Түсінікті ғой? Біріншісі. Сәйкесінше бөлшектерді осылай орналастырғанда олардың арасындағы қашықтық D бөлінген 5 екенін, зарядтардың бір-біріне әсер ететін электр күшінің шамасы қандай? Яғни біз не істейміз ана енді? Ара қашықтықты өзгертеміз. Түсінікті ғой? Сонда F штрих неге тең болады бізде Данэлия? KQ бөлінген 2Q бөлінген неге? D Да, бөлінген бөлінген 5-тің бес. квадраты ғой, түсіндің ба Данэлия? Міне. Сонда Ой. соответственно бұны қайтып жазсақ болады? 2KQ квадрат бөлінген D квадрат нәрде 25 үстіне шығады. А мына жерде 2KQ квадрат бөлінген D квадрат болады. Түсіндің ғой? Мгм. Енді қанша өзгеріп тұр Данэлия, ол мынаны анықтай салуға болады ғой мені. Мынау 2Q деген екеуі бір нәрсе ғой. 25 деген сан тұр ғой көрдің бе? Где? Соответственно А, 25 ньютонға өзгереді ғой, түсіндің ба? алдында екісі ше. Қандай екісі? Наверное, бар ғой, Нәтижелер я екі бар ғой. есімде. F шрих просто Иә. 25 F-қа тең болады ғой. Мгм. Сонда осы нәрсені Мгм. Сейчас жазамын. Сейчас жазамын. Қазір біреу келіп қалған еді. Түсінікті ма? F Мгм. шрихтен 25 F. Түсінікті ғой бұл? Иә. Қалай түсіндірсем болады? 25 есе негізі мына есеп қате ғой. Электр күшінің шамасын біз анықтай алмаймыз ше. 25 есе көп бұл жерде. Коэффициент шығарып тұрмыз біз. 25 ньютон шығарып тұрған жоқпыз. түсініп тұрсың ба Данэлия? Осы нәрсені білу Мгм. керек. 25 есе көп. Мына сұрақтың жауабы дұрыс емес. Қаншаға өзгерді деген сұрақ қою керек. Яғни мына жақта ньютон деген нәрсе болмау керек. Коэффициент тауып отырмыз біз. түсініп жатрсың ба? Мгм. Санның өзін таба алмайсың. Өйткені любой сан болуы мүмкін ғой. Біз F-тің мәнін білмейміз ғой. Мысалы 5 болса анау 125 болып кетеді. түсініп жатрсың ба? Мгм. 10 болса анау 250 болып кетеді. түсініп жатрсың ғой иә? Біз санды айта алмаймыз. Тек Мгм. коэффициентті ғана айта аламыз. сондықтан без ньютона 25 деген жауап болады. түсіндің ба? 25 есе көп. Аха. түсіндің ба? Иә. Молодец. Кеттік. 37-ші есептен әле. Ұзындығы, мына статиканың есебі ғой. Ұзындығы 2 метр. Шыбықтың ұшына 10 ньютон күш әсер етеді. Оның салмағы ескерілмейді дейді. Яғни шыбықтың салмағын ескермейміз. түсіндің ба? Мгм. Осы суретте көрсетілгенде сол нүкте арқылы өтетін үйкелістер ескерілмейтін өз айналасында оңай айнала алады дейді. Мынау нәрсе оңай айнала алады деген сөз мынау. Бұны орысша шарнирно закреплен деп айтады. Яғни ойнап тұрады да мынау. Ондай кезде Мгм. кішкене енді қазір оңай есепті мен көріп алайын, қиын есеп болса кішкене басқаша шығарамыз. Сәйкесінше F күшінің моментінің O нүктесіне қатысу шамасы қандай дейді. Мхм. F күшінің сәйкесінше F күшінің моментінің O нүктесіне қатысу шамасы қандай дей ма? Иә. Мына дұрыс сұрап тұрған жоқ қой, ньютон метр сұрап тұрған жерде. Момент күшін сұрап тұр екен ғой әшейін. Оңай есеп екен ғой. М тең қандай бізде? Жаналия? F-ді. Ой. F-ді, бірақ синус альфасы бар қасында. Бұрышпен жүр ғой бұл жерде. Түсіндің ба? Аха. Нәрде дұрыс емес, мына ньютон метр деп қойған жанына. Мынаның барлығында ньютон метр бар. Мына қиын есеп бар десем, оңай есеп екен. Сонда 10 көбейтілген 2 көбейтілген синус 1-де 2 қысарады. Сонда 10 ньютонна метр бола салады. түсіндің ба? Бұл нұсқасы. Мгм. Иә. Енді кейбір есептер болады, мына нәрсе айтып кете салайын. Мына жақта негізінде әдем берген да, бірақ кішкене сонымен айналдырмаған. Ось айналасында оңай айналады деген сөз. Бұны шарнирно закреплен деп айттым жаңа орысшасы. Ондай кезде біз реакция күшін екіге бөлеміз.
nx болып мгм, бөлінеді, сосын ny болып бөлінеді. Өйткені дене бізде екі жаққа шататься етеді, екі проекция бойынша. Ол енді мгм, күрделі есептер, статиканың мұндай есеп бермейді. Так, мына осылай шығарсам түсінікті ғой. Сонда f m ның формасы қандай екен бізде? F ды синусоидал болады да, негізі ол. Біз енді шығарған есептердің мгм, көбісі перпендикуляр болғаннан кейін синус 90-да бірге тең болады, сол үшін f ті деп шығарамыз. түсінікті ма? Негізі жанында синус мгм, альфасы бар. түсінікті ғой, иә? мгм. жазып алдың ба? Иә. Жақсы, кеттік. 38-ді көрейік. Даналя, мынау енді кішкене жақсы есеп сияқты. Так, көлденең жаста тұрақты 10 метр секунд жылдамдықпен қозғалатын массасы 2 килограмм зат тұрақты үйкеліспен kl жолына түсті дейді. Мгм, К нүктесінен бастап затқа қозғалыс бағытына қарама қарсы 20 ньютон тұрақты күш әсер етеді. Зат L нүктесіне жеткенде оның жылдамдығы 6 метр секунд болады дейді. Мына бір зат екен ғой. Зат арасындағы мгм, үйкеліс коэффициенті неге тең? Және kl жолы неге тең дейді. Мгм. Үйкеліс коэффициентін табу керек. Және де kl жолын табу керек. Түсінікті ма, Данэлия? мгм, Охо, күшті есеп екен. Өте жақсы, маған ұнап тұр өзіме. 20 ньютон тұрақты күш есеп. Үйкеліс күшін беріп қойыпты ғой. Үйкеліс коэффициентін табу керек па? Жақсы. Енді даналы бұл есеп қалай шығарамыз? Енді kl жолын саз таба салуға болады. Жалпы жұмыс дегеніміз не ол бізде? Fs. Эс. Ал жұмыс дегеніміз не ол? Мгм, Энергияның өзгерісі. Және Fs болатын болса. Соответственно, энергияның өзгерісі бұл кинетикалық энергия ғой. Сонда m мгм, бөлінген 2 v1 квадрат минус v2-нің квадраты тең Fs бола салады. Түсінікті ғой? Осылай тапсақ, сонда ол бізде m бөлінген 2f и v1 квадрат минус v2-нің квадраты бола салады. Түсінікті ғой? мгм, Сонда m дегеніміз ол бізде 2-ге тең. Қарама қарсы күш қанша деп тұр бізде? 20 ньютон деп тұр ғой, иә? Міне. мгм, Қарама қарсы 20 ньютон тұрақты күш дейді. Түсінікті ғой? Осы. мгм, Үйкеліс күші ғой негізі бұл. Так, 20, 10-ның квадраты 100, 6-ның квадраты 36 бола ма? Сонда мгм, 2 мына жақта 40, мына жерде 64 шығады, иә? мгм, Соответственно, нешеге қысқаратын бар? 8-ге қысқара ма? 8, 5 бола ма? 16 мгм. бөлінген 5, яғни бұл қанша болады бізде 16 бөлінген 5 деген? 3-те 2. 3-тен 2, иә. 3-тен 2 деген бұл метр. Бұл F, түсінікті ғой, иә? Кайл жолы. Енді үйкеліс Мгм, коэффициентін қайда табамыз? Үйкеліс коэффициентін табу үшін не істейміз біз? Үйкеліс коэффициенті неге тең бұл жерде? Үйкеліс коэффициенті дегеніміз F үйкеліс тең болады неге бізде дәле? Нью. Мю Брали. Нужно. mg ғой. Дұрыс па? Иә. Осы жерден мюд табамыз ғой, иә? Мгм, Мюд тапсақ, так, не бір болып қалады мына жерде. Бірдеңе қате. Ойбай. Кайл жолын беріп қойған ба не есепте? М? Кайл жолы тұр екен ғой мына есепте. 2 метр екен ғой. Көріп тұрсың ба? мгм, мгм, Так, что-то бірдеңе не ғой мына жерде. Көлденең жаста тұрақты 10 метр секунд жылдамдықпен қозғалатын массасы 2 килограмм зат тұрақты үйкеліспен, тұрақты үйкелісі бар екен. KL жолына түсті. К нүктесінен бастап затқа қозғалыс бағытына қарама қарсы 20 ньютон тұрақты күш әсер етеді. Зат L нүктесіне жеткенде оның жылдамдығы 6 метр секунд болады дейді. Зат арасындағы үйкеліс коэффициенті неге тең және KL жолы дейді. KL жолын өзі беріп қойған есепте, көріп тұрсың ба? мгм, Енді түсіндім мен. Мына жерде екі күш әсер етеді екен ғой. 20 ньютоннан бөлек тағы үйкеліс күші бар мына жерде. 20 ньютонды үйкеліс күші дейтін деп алдым мен, бірақ бұл есепті былай жазған екен. К нүктесінен бастап затқа қозғалыс бағытына қарамасы 20 ньютон тұрақты күш әсер етеді. Одан бөлек үйкеліс күші де бар, көрдің ба? Тұрақты үйкеліс күші де бар. Сонда мына жақта мгм, тағы F үйкелістің өзі де бар да, тұрақты, түсіндің ма? Былай. мгм, Именно мына KL жолына түскен кезде болған почему-то бөлек тағы 20 ньютон деген күш әсер етеді. Түсіндің ба, иә? Сонда бұл есепті қалай шығарамыз? Тура бағанағы формадан, ешқандай өзгеріс жоқ, тек мынандай бола салады. М бөлінген 2, v1-дің квадраты минус v2-нің квадраты тең 2 күш болады уже. Мына F бар, еще үйкеліс күші бар. Түсіндің ғой, иә? И мгм, көбейтілген S, есепте S беріп қойған екен ғой, мынаны көрмеппіз. KL 2 метрге тең. Түсінікті ғой, иә? Сөйтіп бізге мгм, нені табу керек? Үйкеліс коэффициентін табамыз. Сөйтіп үйкеліс күшін тауып, үйкеліс коэффициентін таба саламыз.
S мына жаққа жіберейін. Сонда m бөлінген 2s v1-дің квадраты минус v2-ның квадраты и минус f тең f екеуі болады екен ғой. Міне. Көрдің ба? Мгм. Сонда f екеуі неше болады бізде? Есептеп жіберейік. 2 бөлінген 2. 2 мына жақта 64 шықты жаңа, иә? Мына жақта 20 шықты. Тең f екеуі қысқарады. 32, 34 бола ма, әлі? 32 бола ма? 32, иә? М. 12. Сонда екеуі күші бізде 12-ге тең болады екен. Енді екеуі коэффициентін табу үшін не істейміз? Мю тең f екеуі бөлінген m g. J. 2 бөлінген 2 көбейтілген 10. Бұл деген 2-ге қысқартсаң 6, 2-ге қысқартсаң. Жоқ, 4-ге қысқарта салуға болады екен ол. 3-тен 5. 12-ден 20 емес па? 3-тен Мгм. 5 па? М. Сонда жауабымыз А нұсқасы болады екен. Көрдің бе? Мгм. Жазып алсаң болады өзіңе. Мгм. Сейчас жазалым. Жақсы. Кеттік ары қарай. Так, дальше түсейік астына 39-ші есеп. Ауа кедергісі ескерілмейтін орта дейді. Ауа кедергісі ескерілмеу деген не деген сөз? Ауадан кедергі жоқ бізде. Түсінікті ғой? Ауа Мгм. кедергісі ескерілмейтін ортада ауа шары тұрақты 10 метр секунд жылдамдықпен жоғары көтеріледі дейді. Түсіндің ғой? Мгм. Әуе шары жерден 40 метр биіктікте болғанда әуе шарына қатысты бастапқы жылдамдығымен зат шығарылады дейді. Әуе шары жоғары шығу үшін неше секунд қажет және неше метрге көтеріледі дейді. Мхм. Так, кішкене түсініксіздеу екен. Қазақшасын түсіне алмай қойдым. Астыңғы жағын тағы бір оқып жіберейін. Ауа кедергісі ескерілмейді дейді. Ортада ауа шары тұрақты жазып В деген бар екен. 10 метр секунд тұрақты жылдамдықпен жоғары қарай көтеріледі. Әуе шары жерден 40 метр биіктікте болғанда әуе шарынан дейді. Әуе шарынан ішінен дейді. Әуе шарына Мгм. қатысты бастапқы жылдамдығымен зат шығарады дейді. Мына зат екен ғой міне. Көрдің бе? Осы зат шығарады дейді. Мгм. Әуе шары жоғары шығу үшін ә, неше секунд қажет және неше метрге көтеріледі дейді. Мгм. Максимальный высотасын, сосын неше метрге көтерілетінін табуымыз керек екен, иә. Жақсы. Өте оңай есеп сияқты болып тұр маған. Так. Иә, өте оңай есеп сияқты негізінде. Ана бұл есеп былай шығарамыз. Бұл кинематиканың есебі да. Бірінші әуе шары бізде данаға қара. Ол мына жерден бастаған. Түсіндің ба? Мына Мгм. жерден бастаған бастапқы жылдамдығы қанша болған бұл оның? 10 метр болған. Түсінікті ғой, иә? Мгм. Бірақ тұрақты жылдамдықпен көтеріледі дейді ғой, иә? Мгм. Онда болды, тұрақты жылдамдықпен көтерілсе, онда қиын емес есеп. Бүйтеміз, мынаны қара. Мына әуе шары өзі ұшып келіп жатыр үстіге қарай тұрақты 10 метр секунд жылдамдықпен. Біз мынандай есеп шығарғанбыз. Соның ішінен бір зат шығатын болса, бұл заттың да жылдамдығы қаншаға тең болады әлі? Есіңде бар ма? Біз аэростат деген бір есеп шығарғанбыз. Мгм. Бізде Иә. үстінен тас құлаған кезде сол тас анау лифт қандай скоростьпен келіп жататын болса, үстіндегі тас та сондай скоростьпен үстіге қарай ұшқан. Есіңде бар ма? Вот. М. Тура сол сияқты мынаның ішінен шығып кеткен зат, мына әуе шары қандай жылдамдықпен келіп жататын болса, бұл да сондай жылдамдықпен шығады. Түсіндің ба? Сонда бұл да 10 Мгм. метр секундпен шыққан ғой. Түсіндің ма? Болды ғой. Мгм. Енді қанша метрге көтерілетінін қай табасамыз? Оп оңай ғой ол. Кинематика бойынша біз ашты қайта табатын едік. H max деген нәрсенің ол v квадрат бөлінген 2g еді ғой. Мгм. V0 квадрат. Яқты бастапқы жылдамдықта болып қойсақ, бұл да. Сонда ол 100 бөлінген неше бола салады? 20 бола салады ма? Соответственно, 5 метр бола салады да, түсіндің ма? Міне. Мгм. А нұсқасы болады. Енді 1 секунд деген қайдан шықты дейтін болсам, уақыт көтерілу уақытын қайда табамыз біз? Ол V0 бөлінген g. Көтерілу уақыт дегеніміз. Мгм. Сонда V0 дегеніміз 10, g-іміз 10, сонда 1 секунд бола салады. Көрдің ме? Осындай есеп екен. Мгм. Бұл жерде главный смысл мынандай ғой. Көп адамдар түсіне білмейді, кез келген заттан бір зат шыққан кезде, ол қандай жылдамдықпен келіп жатса, одан шыққан зат та сондай жылдамдықпен шығады да, түсіндің ба? Біреулер ойлайды Мгм. енді былай, оны былай ойлап қалады біреулер. Анау тыныштықта болды деп ойлап қалады да, түсіндің ба? Вот алдында сен есеп шығарған кезде солай шығарған едің ғой, қалай деген сияқты.
Сол үшін осы нәрсені білу керек. Әуе шары 10 метр секундпен келіп жатты ма, значит одан шыққан зат та 10 метр секундпен жоғары қарай шығады деген сөз. Түсінікті ғой, иә? Мгм. Все, осыдан әлі. Жазып алдың ба? Иә. Соңғы есеп шығарайық. Уже 3-ақ минутымыз қалыпты, өшеді мына конференция. Так, ауа кедергісі ескерілмейтін ортада суретте көрсетілгендей дейді. Сурет жоқ бірақ, иә? 50 метр секунд Мгм. жылдамдықпен және горизонталь бұрышы 53 болатын зат лақтырып алды дейді. Яғни 53 деген ол былай қарай в0 мен кетеді 50 метр секундпен. Ал былай мына бұрышымыз қанша бізде даналя альфа? 53 градус болады. Түсінікті ғой, иә? Мгм. Горизонталь бағыттағы жылдамдығының шамасы қандай дейді. Горизонталь бағыттағы жылдамдық дегеніміз не ол? Ол горизонтальдегі Не. vx тұрап тұр. Түсінікті ғой? Игілік, иә. vy емес, vx. Ой. Иә. Горизонталь дегеніміз не ол? Vx неге тең болады бізде? В0 косинус альфаға тең. Сонда в0 дегеніміз 50, косинус 53 те қаншаға тең даналя? Мына жақта тұр ғой мәні, қарап жібер. 806. Бөлді 6. Сонда бізде неше шыға салады? 30 метр секунд бола салады екен. Жауабымыз С нұсқасы. Так, түсінікті ма? Мгм. Иә. Так, жақсы.